Алаш туы астында күн сөнгенше сөнбейміз, енді алашты ешкімнің қорлығына бермейміз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әділ қазылар алқасы және алаш жанашырлары. Бүгінгі біздің тақырыбымыз алаш арыстарының педагогикалық идеялары және бүгінгі білім беру жүйесінде біздің міндетіміз. Келесі слайд. Алаш арыстарының педагогикалық идеяларды зерттеу арқылы оларды бүгінгі білім беру жүйесіндегі маңыздылығын көрсету, ұлт құндылықтарын сақтау және дамыту мақсатында Мағжан Жұмабаев, Ахмет Байтұрсынов және басқа да алаш арыстарының еңбектерін қазіргі заман талаптарына сай бейімдеу. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам, қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам деп кез келген алаш зиялылары қазақ халқының ағарту саласына үлкен үлес қосқан. Жобамыздың міндеті алаш қайраткерлерінің педагогикалық және ағартушылық мұрасын талдау, Мағжан Жұмабаевтың педагогика еңбегінің мазмұнын зерттеп, оны қазіргі білім беру тәжірибесіне қолдану жолдарын анықтау, ұлттық педагогика мен жаңа технологияларды интеграциялау әдістеріне қарастыру. Жобамыздың өзектілігі қазіргі жаһандану жағдайына ұлттық педагогика құндылықтарын сақтау және жаңғырту маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. Білім беру саласында ұлттық тәрбие мен құндылықтарды үйлестіру қажеттілігі артып келеді. Алаш арыстарының идеяларының бүгінгі күні де маңыздылығын сақталып, олардың ой-пікірлері білім беру жүйесін жаңғыртуда негіз бола алады. Келесі слайд. Тәуелсіздік бұл қазақ халқы үшін аңсатып бір келген бақ. Тәуелсіздік жаңаша көзқарас пен айрықша бір серпілістің бастауы. Арғы замандардың мәңгілік ел мұратының жалғасы. Ал Қазақстан азаттығының бірегей белгісі бұл тарих. Ал ол тарихтың жалындаған, алаулаған бір кезеңі бар. Ол алаш тарихы. Алаш тарихын, алаш деген сөздің өзі бұл түрік тілінен аударғанда қандас, бауырлас деген мағынаны білдіреді. Ал кейбір деректерде бұл қазақ және алаш сөзі, яғни бір-біріне синонимдес, яғни қазақ сөзі де, алаш сөзі де еркін және азат деген мағынаны білдіреді деген деректер кездесіп жатады. 20-шы ғасырдың басындағы елдегі аласапыран жағдай кезінде, елдің қиын жағдай кезінде ойлаған халықтың жағдайын ойлаған бір ғана саяси күш болды. Ол алаш қозғалысы болатын. Осы қозғалыстың басында мәдени әлемдік деңгейде бұл әлемдік деңгейге дейін жеткен білімді, оқымысты және сауатты ұлт ұстаздарының бірі Ахмет Байтұрсыновтар және Әлихан Бөкейхановтар, Мағжан Жұмабаевтардың, Міржақып Дулатұлылардың және олардың болашақтың және олардың жалғастыратын нарқасқа ұлдары Жаһанжан Досмұхамедов, Мағжан Жұмабай, Сәкен Сейфуллин, Мұстафа Шоқай, Тұрар Рысқұл, Смағұл Сәдуақас, Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар Әуезов тағы да басқалары одан әрі дамыта түсті. Келесі бізде Мағжан Жұмабаевтың Қазақ топырағындағы ең алғашқы білім беру саласындағы Мағжан Жұмабаевтың педагогика еңбегінің бала тәрбиесіндегі ұлттық құндылығы. Қазақ халқы үшін Мағжан Жұмабаевтың маңыздылығы ағылшындар үшін Шекспирдің, орыстар үшін Пушкиннің маңыздылығынан кем емес деген екен тарихшы ғалым Әлкей Марғұлан. Мағжан Жұмабаевтың қазақ халқының оқу-ағарту ісіне еңбек еткен керемет тұлғаларының бірі, һәм бірегейі, өз халқының патриоты, этнопедагогика негізін салушы, жалынды ақын. Өзінің қамшының сабындай қысқа ғана ғұмырында нағыз поэзия көгіне самғаған асқар ақын, асқар асуларының өлшеусіз нар алған бір туар зиялы қайраткерлер бар. Мағжан Жұмабаевтың педагогика кітабын қазақ педагогикасының алғашқы қарлығашы десек те болады. Мағжан Жұмабаев жазған бастауыш мектептегі ана тілі, сауатты бол, педагогика оқулықтары педагогика және әдістеме ғылымдарына қосқан тың үлес болып саналады. Бұл кітап жарыққа шыққаннан кейін, тек 80 жыл өткеннен кейін Қоянбаев ағамыз педагогика оқулығын жазады. Бұл еңбектің алғашқы басылымы 1922 жылы 15 қыркүйегінде жарық көрген. Мағжан Жұмабаевтың педагогикасының негізгі мақсаты ақыл тәрбиесі, құлық тәрбиесі, сұлулық тәрбиесі, дене тәрбиесі. Мағжан осы тәрбиенің 4 түрін тәрбіштеп адам бойына қалыптастырса ғана ол адамның дұрыс шешетін, дәл таба алатын, толыққанды, жамандықтан жаны жиреніп, жақсылыққа жаны ұмтылатын тұлғалар пайда болады.
әуезов айтпақшы, халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін тек қана білім деген сөз осы Мағжан Жұмабаевтың педагогика оқулығының түп тамырында, мазмұнында тұнып тұрғандай. Қазіргі таңдағы жаңа технологияларды қолдана отырып, Мағжан Жұмабаевтың педагогикасымен байланыстырсақ, айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылым дағдысы осы құлық тәрбиесі, сұлулық тәрбиесі, дене тәрбиесімен ұштастыра аламыз. Келесі слайд бізде. Ахан ұйықтап жатқан елді оятар ма екен деп ызыңдатып масасын ұшырды. Міржақып оян қазақ деп ұран салды. Сұлтанмахмұт тұрайғырып қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам деп күн болуға тырысты. Әлихан Бөкейханов сол кездегі қазақтың жерлерін оңды солды тартып алып жатқан патша үкіметінің саясатын орыс газеттерде қайта жариялап, патшаның саясатын сынаумен болды. Және Алаш қозғалыс жетекшілерінің ішінде осы Әлихан Бөкейхановтың алатын орны ерекше болып келеді. Біз үшін ата-бабаларымыздың жанымен келген киелі тәуелсіздік мерекесі айтулы күн. Өткен ғасырдың басында жеке ел, мемлекет боламыз деген алаш зиялылары аңсаған армандарына жете алмай кетті. Алаш зиялылары тұңғыш ұлттық идея құрды және тұңғыш партия, үкімет құрып, қазіргі біздің Қазақстанымыздың, тәуелсіз Қазақстанымыздың іргетасын қалап кетті. Ахмет Байтұрсынов қазақ балаларының ана тілінде сауат ашуына көп күш жұмсаған адам. Осы талапты жүзеге асыру үшін Ахмет Байтұрсынов қазақша сауат ашатын тұңғыш әліппе құралын жасап шығарды. Ол ең алғаш оқу құралы деп, және ол 1912 жылы Орынборда басылып шықты. Ал 1925 жылы 7 рет қайта басылған болатын. Ал 1926 жылы әліппені жаңа түрін қайта жасады Ахмет Байтұрсынов, және бұл жолғы әліппе суреттермен берілген оқулық болатын. 1926 жылы Ташкент және Қызылорда баспалары бұл кітапты әліппені қайта басып шығарды. Қазақ тілін талдап таңдауда Байтұрсыновтың еңбегін ерекше бағалау керек. Байтұрсынов тілі әдебиет қана емес, этнография, тарих мәселелеріне ерекше шұғылданғанын айту өте маңызды болып табылады. Келесі бізде Ахмет Байтұрсыновтың біздің қазақ газетінің бізде тарих сабағында 1913 және 18 жылдар аралығында 1913 және 18 жылдар аралығында шыққан қазақ газетін біз тарих сабағында әрдайым Алаш партиясының өткен кезде балаларға қазақ газетін өз қолдарымен жасауға тырыстырамыз, және мынау біздің оқушыларымыздың өздері тарих сабағында жазған қазақ газетінің бір нұсқасын сіздерге алып келдік, оқушылардың өз қолымен жасаған. Және де біз осы Ахмет Байтұрсыновтың мемориалдық музейіне балаларды жақында ғана алып бардық. Себебі осы жақында біз Алаш автономиясының осы құрылған кезеңі, білесіздер, 13 желтоқсан күні осы қарсаңында музейге апарған болатынбыз. Келесі видеоны қоссаңыз. апарғандағы басты мақсатымыз Алаш партиясын, Алашорда үкіметін тек қана кітаптан ғана, тарих сабағында оқып қана қоймай, балалар өздері барып көріп, есте сақтау қабілетін дамытсын, есте сақтап қалсын, мәңгілік азық болсын деген мақсатпен апарған болатынмын. Енді келесі алға жылжытыңызшы.
қорыта келіп тұрсақ, алаш идеологиясының ең басты мақсаты, идеясы педагогика саласына көрініс тапқан, баланы қалай оқытамын деген мәселе сонау 21 ғасырдың ғана проблемасы емес, қазіргі таңда өзекті болып отқан. Олар 20 ғасырдың басында алаш қайраткері көтерген мәселелер бүгінгі 21 ғасырда да ең өзек жарты мәселе болып отыр. Тегінде адам баласынан ақыл, білім, ар, мінез деген қасиеттермен озады деген ұлы ақын Абай сөзі барлық уақытта да өз мәнін жойған жоқ. Озық ойлы білімдар адамдар заманның қоғамына, дамуына, өзгертуіне өз үлесін қосады. Осындай қоғамдық әлеуметтік мәдени өзгерістер, дамулар мектептің оқыту процесіне әсер етеді. Жақты терең білім беру мақсатында көптеген технологиялар ұсынуда. Сол технологияларды меңгеру, оқушы бойынан қандай технология болсын, жұмыс барысында сын тұрғысынан ойлау технологиясын жиі қолданамыз. Сын тұрғысынан ойлау технологияларының әрбір сұрағында осы патриоттық ұлттық құндылықтар қамтамасыз етіледі. Егер мұғалім өзінің ізденгенін тоқтататын болса, оның мұғалімдік қасиеті де жоғалады демекші. Тек қана оқушыларға ғана біз ізденумен айналыстырып қоймай, өзімізде үнемі ізденіп отырамыз. Бұл менің Ақ жол партиясының биылғы жылы ұйымдастырған Ақ жол, яғни 21 ғасырдағы алаштың Ақ жол атты жалпыұлттық байқауына қатысқан болатын. Бұл республика бойынша ұйымдастырылды және 250-ге жуық ғылыми жобалар келіп түскен. Және соның өз бағытым бойынша үздік 10-қа кіріп, екінші кезек бойынша осындай алғыс хаттармен және қаржылай сыйақылар иеленген болатын. Нақты бүгінгі біздің немізге сәйкес. Және тұңғыш президентіміз, қорытындылайтын болсақ, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өз сөзінде болашақта еңбек етіп өмір сүретіндер бүгінгі мектеп оқушылары. Мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан ұстазға жүктелген міндет өте ауыр деген. Біз барлық мұғалімдер жұмыла кірісіп, әрқайсымыз осындай жаңа технология негізінде оқушы санасына білім құя білсек, біздің еліміз нашар болуы мүмкін емес. Ендеше өз ісіне берілген жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, ұлттық қасиеттеріміздің асылдарын асқақтата отырып, шәкіртінің жанына нұр құятын ұстаз болуға ұмтылыс жасайық. Рахмет.